енді мен ұсынып отырған тәсіл қандай тәсіл? Соған енді назар аударып көрейік. Сіздерге қазір назарларыңызға ұсынамын. Мынау Vista деп аталатын шетелдік депозит. Мен өз басым осы депозитпен 1,5 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. 2 есеп шотым бар. Тұрақты табыс түсіріп тұрады. Сенімді, біршама сенімді депозит. Шетелдік. Бұл валютамен жұмыс істейді. Жылына 20-25% мөлшерінде табыс түсіреді. Және осы депозитті түрлі құралдары бар, солар пайдалана отырып, неше түрлі тәсілдермен жақсы табыс табуға болады. Табыс тауып жүрген адамдар бар, көп кездеседі. Мен сол қалай табыс табудың бір тәсілін ұсынып отырмын жаңағындай бизнес өкілдеріне. Мысалы, сіздің бір шағын дүкеніңіз бар дейік. Оны мысалы сіздің жұмысыңыз жүрмей қалды, қиындық келтіріп отыр, түрлі кедергілер бар. Енді табыс азайып бара жатыр деген сияқты. Енді не істеуіңіз керек? Сол жаңағы объектіні сатып немесе жалға беру арқылы бір табыс көзін жасағыңыз келеді. Мен сізге ұсынып отырған тәсіл, мысалы сізге тұрақты және сенімді, тәуекелсіз жақсы табыс түсіруге мүмкіндік береді. Егер сіздің объектіңіз 20 миллион теңге тұратын болса, 20 миллион теңгеге саттыңыз дейік, немесе оны жалға бердіңіз дейік. Жалға берсеңіз, сіз ай сайын 200-300 мың теңге, 400 мың теңге ары кетсе табыс тауып тұруыңыз мүмкін. Сол объектіні жалға бергенде, тұрақты түрде. Бірақ салық жаңағы органдары бар, тағы басқалары бар, тексеріп, тағы да біраз миыңызды ашытады. Ол үшін жаңағы басқа да құжаттар толтыруыңыз керек болады, басқа да қиындықтар болады. Оны көріңіз. Ал мына жерде ешқандай ондай тәуекел жоқ, ешқандай қиындық жоқ, кедергі жоқ. Сіз депозитке ақшаңызды салып қойдыңыз. Мінекей. 20 миллион теңге ақшаны салып қойдыңыз. Мынада 20 миллион емес, мінекей, мынада тұр 19 миллион 649 мың 140 теңге дейді. Мынау калькулятор. Калькулятормен есептеген теңгемен шаққанда Vista депозиті қанша табыс түсіреді? Соны есептеп қойған схема. Мен сізге соны ұсынып отырмын. Мына 19 миллион 649 мың теңге ақшаны депозитке салдыңыз. Сонда бұл ай сайын сізге 694 мың 706 теңге табыс түсіріп тұрады. Ай сайын. Орта есеппен осынша ақша түсіп, яғни 700 мың теңгедей ақша түсіріп тұрады. 20 миллион теңге салдыңыз, айына 700 мың теңге табыс тауып отырсыз. Ол табысты сіз мысалы түгел алып жаратып қойыңызға болады. Не болмаса соның жартысын алып 350 мың теңгені алдыңыз, 350 мың теңгені сіз депозитте қалдырып қойдыңыз. Ондай болса депозит өседі. Ол 350 мың теңгемен ай сайын өсіп отырғанда, мысалы егер депозитті мүлдем алмасаңыз, мүлдем алмай, сол күйінше сақтап қойсаңыз, тиіспесеңіз, бір жылдың ішінде бұл, мен сізге қазір көрсетейін, 19 миллионыңыз бір жылда 27 миллион 632 мың теңге айналады екен, айына 976 мың теңге табыс түсіреді екен. Яғни 1 миллион теңге табыс түсіреді екен. Ал егер сіз осының жартысын алып қойып отырсаңыз, осының жартысына өскеннің өзінде мысалы сізге жақсы табыс тауып отырады. Яғни айтқанда сіздің табысыңыз ай сайын көбейіп отырады деген сөз. Жыл сайын көбейіп отырады деген сөз. Бұл жаңағы баламалы түрде сіздің бизнесіңізді жүргізудің баламалы бір тәсілі. Арендаға беріп қойғаннан гөрі сіздің өзіңіздің жылжымайтын мүлкіңізді сатып жіберіп, оның ақшасын осы депозитке салып қою арқылы жақсы табыс тауып түсіруіңізге болады. Басыңызды ауыртпай, ешқандай да жүгеңізді жұқартпай, сізден салық органдары ештеңе сұрамайды, тіркелудің ештеңе қажет жоқ, бұл жерде справка берудің, басқа нәрсені тексеру деген бұл жерде жоқ. Сіз салып қойдыңызда ай сайын ақшаңызды шығарып алып отырасыз. Ай сайын белгілі бір сомада ақшаңызды өзіңізге күнделікті қажет жұмсайтын ақшаңызды шығарып алып отырасыз. Қалғаны қалып өсе береді және сіздің бизнесіңіз өсіп кеңейе береді. Сіздің ақшаңыз, салған ақшаңыз көбейе береді. Бұл мінекей бір жақсы бір тәсіл. Айтқанда сіздің бизнесіңізді құтқарып қалудың, арман қарай жылжытудың бір жақсы тәсілі деп айтуға болады. Ал енді бұл депозит қаншалықты сенімді? Соған мен сіздердің назарыңызды аударып көрейін қазір. Мінекей мынау схема.
бұл соңғы 5 жылдағы осы депозиттің түсіріп отырған табысы. Қанша табыс түсіріп отырады? 14 жылдан бастап, мына көріп тұрсыздар, 2014 жылдан бастап, мінекей 2014 жылдан бастап, мінекей 2019 жылға дейін, яғни 5 жылдың ішінде жылдық табысы орташа есептегенде 23% болды. 23%. 5 жылдың ішінде 23%-дан табыс түсіріп жылына. Ай сайын 1,94%. Не айтқанда 2%-ға жуық табыс түсіріп ай сайын. Ал енді бұл депозит, есепшот 1998 жылы ашылған, 21 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Сол 21 жыл бойы дейді, мінекей ай сайын 1,95% мөлшерінде табыс түсіріп келе жатыр екен. Ай сайын, орта есеппен. Не айтқанда бұл бір шама сенімді, тұрақты табыс түсіріп келе жатқан жаңағы компания. Сондықтан да бұған бір шама дұрыс сенімділікпен қарауға болады. Бұл жаңағы бір бүгін бар, ертең жоқ, жаңағы жабылып қалып, қашып кетіп жататын шетелдік жаңағы бір қаржы пирамидасы емес, тұрақты табыс түсіретін, байыпты жұмыс істеп келе жатқан шетелдік ірі сондай бір сенімді компания. Сондықтан да бұған сеніп ақшаны жағандай салуға болады. Әрине, әрбір адам өзі шешеді, кіммен жұмыс істейді, қалай жұмыс істейді, өз мәселесін қалай шешеді, әр адамның өз еркіндегі шаруа. Мен сіздерге жай назарларыңызға ұсынып отырмын. Егер сіздерде сондай бір жылжымайтын мүліктеріңіз болса, соны бизнес объектілеріңіз болса, соны жаңағы сатып, сондай ақша түсіретін болсаңыз, сол арқылы табыс табудың баламалы бір тәсілін, сенімді табыс табудың, тұрақты табыс табудың баламалы тәсілін сіздерге ұсынып отырмын. Қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Егер сіздерге бұл қызықты болса, бұл мәселе қызықтыратын болса, осы видеоның астында жаңағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпаратты депозит туралы алуларыңызға болады.